Ассалаумағалейкум. Тонығөк бабаның түнде ұйқы көрмедім, күндіз күлкі көрмедім. Қызыл қаным төгілді, қара терім сөгілді. Күшімді сарқа жұмсадым, жауға да шаптым құрсанып, бәрі елім үшін дегені бар. Талай сойқанды көрген қазақ қой, ендігі сын жаһанданудың жұтқыншағында кетпеу. Ұлттық санамен ұлттық бірегейліктен айырылып қалмау. Ел президенті де осы ұлттық идеологияға қатысты сүбелі ойларын мақала қып басты, білесіз. Әр қазақ ойлану тиіс дүние. Бұл бүгінгі басты тақырып. Қонағым сарапшы, тарихшы Қазбек Майгелдинов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қазбек мырза, мақаланы оқып шықтыңыз. Тұнып тұрған идеология, тарихшы ретінде сізге қандай ой салды? Кеш жарық Мейіржан. Биылғы жылғы елбасымыздың мақаласы «Рухани жаңғыру, болашаққа бағдар» деп аталады. Негізінен неге 2017 жылы, неге нақ биыл осындай рухани жаңғыруға бет бұрдық деген сұрақ көп адамдардың сауалында туып жатыр. Шынтуайтында елбасының назарынан рухани даму ешқашанда кеткен емес. 97 жылғы Қазақстан 2030 бағдарламасында 7 басымдықтың бірі ретінде кәсіби білім саласын дамыту сияқты бағдарлар болған. Одан кейінгі 2012 жылы 2050 Қазақстан даму стратегиясында да ең басты басымдықтардың бірі бұл білікті, яғни білім алу саласын дамыту болып отыр. Сондықтан қазіргі таңдағы жаһандану процесіндегі рухани даму, рухани мәдениетімізді алға қою деген бұл бір мәдениеттің астарында кетіп қалмау, батыс мәдениетінің көлеңкесінде қалып қалмау, өзіміздің ұлттық мәдениетімізді жаңғыртуға деген бастама ғана, яғни бағыт қана. Ал негізгі біздің ұлан ғайыр еліміздің мәдениеті де, рухани, материалдық мәдениеті тұнып тұр. Тек оны нақты бағдарларға, нақты бағдарламаға салып дамыту ғана қалды. Сондықтан осындай тұрғыда мен көріп отырмын. Қазбек, біз енді жаңа тарихи кезеңге адымдадық. Саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға алған мезгілде қазақ президенті ұлттық жаңғыруға бет бұруының себебі неде деп ойлайсыз? Дәл қазіргі мезгілде. Бұл заңды сұрақ. Мәселен, бір ғана мысал келтіріп өтейін. Көршілес Ресей мемлекеті кеңестік үкімет құлағаннан кейін, 91 жылдан кейін биылғы, мысалы 2017 жылға дейін, осы 25-26 жыл ішінде көптеген идеологиялық бағдарламалар қабылдауға тырысты. Соның бірегей ретінде қазір орыс әлемі идеологиясы, русский мир деп аталады, жүргізіліп отыр. Осы саясат бір жағынан кертартпа саясат ретінде бізге де әсер етіп жатыр. Өйткені орыстандыру, орыс саясатын жаңағы өзінің көлеңкесіне алып қалу, үлкен аға дейміз ғой, большой брат дейді, мысалы, сол саясат әлі күнге дейін бізді басып отыр. Яғни отаршыл саясаты. Осы тұрғыда біздің өзіміздің жаңағы ұлттық мүддемізді, ұлттық бірегейлігімізді көрсету үшін осындай бағдар қажет болды. Екінші жағынан әлемдік тарихқа қарайтын болсақ, 300 жылдық тарихы бар Америка құрама штаттарында 300 жыл бойы, былай қарап көрсеңіз, бір ғана идеологиямен келе жатыр. American Dream, яғни америкалық мечта дейді ғой. Америкалық арман. Осы идеологиямен әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр. Яғни нарықтық экономикадан да өтті, барлық жаңағы егжей-тегжейлі түрлі салалардан да өтті. Дегенмен қазірге дейін осы идеология өзінің жемісін көрсетіп отыр. Енді Қазақстанға келетін болсақ, біздегі басты, мысалы, приоритеттерге келетін болсақ, біздің өзіміздің жаңағы қиссаларымыз бар, одан кейінгі болады, одан кейін көптеген рухани байлықтарымыз бар, жырдастандарымыз бар. Осының барлығы қазір ұмыт қалып баратыр. Неге? Өйткені қазір нарықтық заман, материалдық жаңағы бір күндік құндылықтар бірінші неге сатыға өтіп жатыр, руханилығымыз төмен қарай түсіп баратыр. Осы тұрғыда осы руханилықты ұмытпай, алға қарай ілгерілендіріп жүру үшін бізге осындай бір саясат керек болып отыр. Сондықтан мен ойлаймын, президенттің осы қазіргі тұста, қазіргі таңда, яғни үшінші жаңғыру, үшінші модернизациялау бағытын берген кезде, бұл тек қана материалдық тұрғыдан бизнесті ғана дамытып, кәсіпкерлікті ғана дамытып қана қоймай, бұл әрине біздің экономикамызға демеу береді. Әлеуметтік жағында қарау керекпіз, яғни қоғамдық сана, ұлттық сананы қалыптастыру керекпіз. Осы тұрғыда керек деп ойлаймын. Қазбек, сіз елбасы кітапханасындасыз, бай білім ордасында жүрсіз. Енді президенттің мына қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық шығару мәселесіне қатысты көзқарасыңызды білсек, бұның түпкі мәні неде деп ойлайсыз? Бұның түпкі мәні мынада деп жатыр ойлаймын. Қараңыз, 91 жылдары өзіміз енді ол кезде 10-15 жастағы баламыз, 90-95 жылдар өзіңіз білесіз қиын кезеңдер болды. Сол кезде қолымызға мынандай кітаптар, шетелден келген кітаптар тиіп жатыр. Роберт Кийосаки, «Богатый папа, бедный папа», яғни бай әке, кедей әке, Джордж Сорос, Карл Поппер деген мысалы көптеген шетелдік жаңағы табысқа қалай жету керек туралы кітаптар болды. Бірақ ол кітаптар
қызығушылық тудырғанымен қазақ аудиториясына келген жоқ, аударылған жоқ, сол күйінде қалды. Нарықтық заман дедік, өтпелі кезең дедік, өтіп кеттік. Енді қазіргі таңда, президенттің қолдауымен болашақ бағдарламасы болды. Жастарымыз шетелде оқып жатыр. Бірақ енді бізде ауылда қалған қаншама жастар бар. Қаншама жас жігіттер мен қыздар әлі де болса да өзінің орнын таба алмай жүр. Міне осы тұрғыда, яғни мысалы біз айтамыз ғой қазір, кеңес үкіметінде кітап оқитын заман болды. Қазір кітап оқымайды дейді. Жоқ. Байқап қарасаңыз, қазір Меломан, басқа да кітапхана, кітап дүкендеріне кірсеңіз, кітап көп. Жастардың қандай кітап оқиды? Жастар оқиды, қалай байимыз, қандай жетістікке жетеміз, қандай табысқа. Бірақ барлығы не ағылшын тілінде, не орыс тілінде. Ауылдағы өзіміз айтқан қарапайым қара доңғалақ қазақ балалары кітап оқысы келгенімен жаңағыдай деңгейге жете алмай отыр. Енді оған өзінің белгілі себептері бар. Тілге тұрғыда кедергі болып отыр. Сондықтан осындай кітаптарды, міне осындай алдыңғы қатарлы, яғни бизнес саласында болсын, табысқа қалай жету керек, дамыту керек, қалай кәсіпкерлік дамыту керек, осы тұрғыдағы жаңағы кітаптар, гуманитарлық салада, философия, саясаттану. Саясаттау демекші, қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, Сириядағы жағдай, басқа да жағдай, әлем тым тез өзгеретін болып отыр. Бізге кәсіби сарапшылар керек. Оны қайдан аламыз? Оны қалай біз оларды өсіреміз? Ол үшін мысалы батыстық мектептер өте мықты дамыған. Бір ғана Америкада 1000 астам жаңағы ми орталықтар дейді, мозговой центрлары бар. Бізде бірең саран ғана. Ол неліктен? Өйткені бізде деген бір жағынан методология жоқ, екінші жағынан жаңағыдай кітаптар жоқ, үшінші жағынан бізге қанша дегенмен де біз қазір өркениетті елдердің қатарына қосыламыз, интернет ашық дегенмен бізде нақты қолда ұстап, яғни біздің қоғамға кіріптар болатындай кітаптар жоқ. Міне осы тұрғыда, осы 100 оқулықтың қатарына осындай алдыңғы қатарлы дамыған, өзінің тәжірибелік деңгейінен өткен, өзінің құндылығын көрсеткен кітаптарды қазақ тіліне аудара отырып, біздің әрбір саладағы, әрбір деңгейдегі жастар болсын, басқа да саладағы азаматтарға жеткізетін болсақ, әрине ол жерден алынған тәлім тәрбие болашақта 2-3 жылдың ішінде өзінің нәтижесін көрсетуі мүмкін. Қазбек, елбасы айтты, бізге инженерлерден, дәрігерлерден бөлек болашақты болжай алатын мамандар керек деді. Неге гуманитарлық пәндерге мән маңыз беріліп отыр? Міне жаңа алдағы жоғарыда айтқан сөзімді жалғастыратын болсам, саясаттанушы, философ, мәдениеттанушы, психолог. Қазіргі таңда мысалы психология өте бір дамыған, өте бір керек мамандықтардың бірі болып отыр. Неге? Өйткені психолог мамандар бұл тек қана өзінің зарынды, өзінің проблеманы айтатын мамандар емес. Бұл мамандар сенің белгілі бір жаңағы тірелген текетірестен шығаруға жол тауып беретін, маман ретінде дамуға, өзіне күш беретін сияқты сондай дәрежеде мамандандырылған мамандар болуы мүмкін. Саясаттанушыны айтып кеттім, бізде сарапшылардың азының себептері неге болғандығын. Ал тарихшыларға келетін болсақ, бұл жерден де өз аты өзіне айтып тұр. Өйткені тарихсыз, өзімізде кішкентайымыздан өскен кездегі бір сөз бар ғой, тарихсыз болашақ жоқ деп. Өз тарихымызды білмей, өз тарихымызды оқымай, өзіміздің патриоттық ұлтжандылығымызды оятпай, біз қалайша Қазақстанды бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қоса аламыз. Сондықтан осы тұрғыда бізге керек деп ойлаймын. Шыны керек, біз ұзақ жылдар бойы бір ғана ілімнің аясында шектеліп, дүниеге бір ғана көзқараспен қарап келдік. Енді әлемнің осы үздік 100 оқулығы қазақ тіліне аударылып шықса, бұл қаншалықты нәтижесін береді деп ойлайсыз? Мысалы, бір ғана мысал келтірейін сізге, күнделікті біз деген, қазір деген, жастар деген, телефонға телмірген жастар дейміз ғой. Интернеттің иіріміне тартылып бара жатыр. Негізгі ақпаратты қайдан аламыз біз? Интернеттен, телевизиядан аламыз. Ал енді қараңыз, қандай жаңалықтар бізде беріліп жатыр? Қандай тәлімбереге келетіндей бір жаңалықтар бар ма? Жоқ. Мен сізге одан да жоғары нәрсе айтайын. Мысалы, жақында ғана ақш-тың мемлекеттік департаменті Қазақстанға келушілерге арналған жадынама шығарды. 90% кері тартпай, теріс Қазақстанда парақорлық бар екен, алау бар екен, мынау бар екен. Сіз қайдан ойлайсыз? Мен әрине түсінемін, американдықтардың өздерінің тынышлары бар шығар, басқа да бар шығар. Бірақ ақпаратты қайдан алады? Біздің ашық ақпараттан. Ал біздің ашық ақпаратты қарасаңыз, тек қана жамандық. Ал енді екінші жағын көрсетейін. Мысалы, Бауыржан Оспанов деген біздің меценат бизнесмен ағаларымыздың бірі бар. Қанат Исламды қолдап жүр, мысалы, спорт саласында. Өзі Шымкентте де көптеген өзінің спонсорлық қызметтерін көрсетіп жүр. Сол кісі туралы жақында бір мақала шығып қалған.
комментариясын оқысаңыз, қандай керемет, қолдап жатыр, елді көрген, көзі көрген адамдар айтады, міне осындай адамдар неге жазбайсыздар, тәлім тәрбие беретін. Кешегі елбасының айтып отырған міндет несі да сол, 100 есім, 100 оқулық, онда не туралы айту керек? Өткен кеткен Абай, Жамбыл, әрине бәрін білеміз, бірақ бізге тәуелсіздік 25 жылдағы осы мемлекеттің дамуына қосқан, осындай өзінің бірегей мысалдарымен, өзінің еңбегімен, ерен еңбегімен көрсеткен тәжірибесі бар адамдар туралы жазсақ, осы кісілерді деген міне нақты болды, нақты міне осылай бастады, осындай жетістікке жетті деп көрсететін болсақ, бұл нұр үстіне нұр. Бұдан алатын тәрбие де бұл, бұдан алатын ұлтжандылық та, міне біздің қазақтың азаматы осындай істеп отыр екен ғой, осындай дәрежеде бар екен ғой дегендей. Сондықтан 100 оқулықты жазған кезде де, 100 есім туралы бағдарламаны ұсынған кезде де елбасының негізгі көздегені осы болып отыр. Негізгі көздегені бұл нақты тәжірибе арқылы, нақты тәжірибесімен өзінің үлесін қосқан адамдардың нақты істері арқылы біздің жастарды алға қарай ынталандыру. Енді біз тым әріге бармай қояйық. Мысалы, бір ғана күні кеше Димаштың жеңісін алайық. Қытай бір аптаның ішінде деректі фильм түсіріп тастады. Біз неге Димаш туралы түсіре алмаймыз, неге Головкин туралы түсіре алмаймыз, мысалы, ойлап қарасақ? Осы тұрғыда мен сізге бір нәрсені айтайын. Біз деген идеология туралы айтып отырмыз ғой. Тәрбие, патриотизм, ұлтжандылық. Тағы да мысал, көршілес Ресей мемлекетінде осыдан 5-6 жыл бұрын мультфильмдер түсіре бастады. «Три богатыря» деп аталады. Қарап қарасаңыз, ішіне тұнып тұрған саясат. Бірақ бала үшін ол қызық. Бізде деген орыста осыны 3 богатырь болған екен, 3 мықты екен. Бұсырмандар, моңғолдарды қырған екен деп. Сосын неге Қазақстанда 25 жыл ішінде Қобыланды туралы, Қабанбай, Алпамыс, Бөгенбай, Ертарғын, қаншама тұнып тұрған біздің эпостық өзіміздің рухани байлығымыз бар. Неге солар туралы бір жағынан ол мультфильмді түсірсе, кезінде білесіз, кеңес үкіметі кезінде дейміз ғой енді, жексенбі сенбіні күтеміз, өйткені бір мультфильм болады, Чип и Дейл дейміз бе басқа. Тура сол сияқты дағдыға кірсе, әрбір апта сайын қазақтың ұлттық арналар арқылы балаларға арналған қазақтың батырлар туралы мультфильмдер күннен күнге, айдан айға, жылдан жылға берілетін болса, бұл тәрбиелік мәні көтеріледі. Жақсы, Қазбек. Енді президенттің туған жер бағдарламасына тоқталайық. Кеше мақалада қамтылды. Туған жер бағдарламасын қолға алуының астарында мәнде не жатыр деп ойлайсыз? Бізде тарихшылардың басты қағидамыз мынау ғой. Тарих не үшін керек? Тарих деген артқанға өткенге үңіліп, содан сабақ алу үшін керек. Кеңес үкіметінің қанша тоталитарлық жүйе жаман десек те, ол жерден де алатын жетістіктер болған. Мысалы, ол кезде өлкетану мұражайлары, өлкетану үйірмелері, өлкетану сабақтары, сыныптан тыс өлкетану ұйымдастырылған көптеген ұйымдар болды. Мысалы, Тимур және оның командасы. Немесе жыл сайын оқушылардың далаға шығып картоп теруі деген сияқты. Мысалы, оның барлығы туған өлкеге деген ынтызарлықты жоғарылату. Енді осыған қайтып келетін болсақ, екінші әлемдік, жарайды, кеңестік деңгей демей ақ, әлемдік деңгейге алайық. ақш-та скауттар қозғалысы бар. Ол нені білдіреді? Скауттар қозғалысы бұл табиғатты сүюге. Тура сол сияқты бізге де Қазақстанда туған өлкені, туған жерінді, есімдер, атаулар, киелі жерлер, қорғандар, соның бәрін білу, бұл бір жағынан, егер туған өлкеңе деген махаббатын оянса, сен әрине Қазақстанға, еліне, отанына деген махаббатын оянады. Сондықтан бұл жердегі астар, елінді сүйсен, жерінді сүйсен, сен әрине өзінің еліне деген патриоттығын да, ұлтжандылығын да, сүйіспеншілігін де артады деген сөз. Және Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары, немесе Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасын жасау қажет деді президент. Сіз енді тарихшысыз, археологияға қатысыңыз бар. Бұнда мәні ерекше шығар сіз үшін? Мысалға, бұл тұрғыдан мынандай бұл бастамалар негізі бұрыннан келе жатыр. Халық тарих толқынында, мәдени мұра бағдарламалары 2000 жылдары қолға алынып дамытылған болатын. Қазіргі таңда, мысалы, Қожа Ахмет Яссауи мазары болсын, Айша бибі, Жошы хан мазарлары, Қазақстанның жері негізі тұнып тұрған ескерткіштерге өте бай. Осы ескерткіштерді, осы киелі жерлерімізді тани арқылы бір жағынан туризмді де дамытамыз. Екінші жағынан өзіміздің құндылықтарымызды сүю арқылы біздің өзімізге деген мақтаныш та пайда болады. Жақсы, Қазбек мырза, әдемі салмақты сұхбат өрбіді. Елбасы кітапханасынан арнайы келіп, президенттің мақаласына қатысты ой-пікір білдіргеніңізге рахмет айтамыз. Рахмет. Қадірлі көрермен, бас тақырыпты осымен аяқтаймыз. Бүгін бізде студияда болған Елбасы кітапханасынан арнайы келген сарапшы, тарихшы Қазбек Майгелдинов болатын. Зейіндеріңізге рахмет, сау болыңыздар.